Тарихта Шыңғысханды жеңген жалғыз адам бар. Ол Жалаладдин Мәңгүберді. Сол кездегі Орта Азияның ең ықпалды билеушісі Хорезмшах Алауаддин Мұхаммедтің тұңғыш ұлы. Ол өзінің ақсүйектігіне, даусыз тақ мұрагер екендігіне қарамастан, әкесінің және сарай ақсүйектерінің алдында абыройлы емес еді. Өйткені оның анасы түркмен жұртынан болатын. Хорезмнің төрелері ежелден ақ түркмендермен жауласып келген еді. Жалаладдин осының бәрін жасынан ақ біліп, әкесінің өзіне деген салқын қабағын танып өскен болатын. Ол сарайда осыдан ақ сирек көрінетін болды. Бірақ ол барынша білімді де, ел билеуді де құштарлана игерді. Поэзияға жаны құштар, әрі дінге ықыласы ауған жігіт болатын. Ол өзінің бауырларына қарағанда әскери іспен қол бастауды кемеліне келтіре меңгерді. Суық қаруды жақсы қолданып, садақты шебер атты. Атқа қонғанда оны ешкім де аудара алмайтын. Әкесі баласының қабілетін көріп, сарбаздар мен қолбасшылар арасында беделі артып кетуіне сескенді. Сондықтан оны әскери жорықтарға мейлінше сирек тартты. Тіпті Орта Азияға Шыңғысхан басып кіргенде де Жалаладдиннің әскер алдында ықпалы, беделі артып кетуінен қорқып, әскери істерге араластырмай шеткі провинцияларға жіберді. Ол кезде Хорезмшахтың иелігінде Ауғанстан, Иран, Батыс Пәкістан аумағы, Түркменстан, Өзбекстан, Тәжікстанның жері мен оңтүстік Қазақстан аумағы болған еді. Алауаддин Мұхаммед сол кездегі алып мұсылман елінің билеушісі болған соң, қайдағы бір қырдың көшпенділері соншалықты қауіп төндіреді деп ойлаған жоқ. Көп ұзамай, оның өзімшілдігі мен менмендігі империяның тағдырына балта шапты. Сүбедей басқарған моғолдардың әскерімен алғаш рет Хорезм қолы 1218 жылдың көктемінде Ырғыз өзенінің жағасында шайқасады. 1219 жылдың жазында Шыңғысханның қолы екінші Мұхаммедтің иелігіне басып кіреді. 10 ай өткенде Хорезм мемлекеті моғолдардың қуатты әскеріне төтеп бере алмай, стратегиялық маңызды шаһарлардан айырылып қалады. Барлық шайқастарда жеңіліп, империяның жартысынан айырылған Хорезмшах Мұхаммед батысқа қарай қашып, Каспий теңізіндегі аралдардың бірін паналайды. Кейінірек 1220 жылдың күзінде өкпесіне суық тиіп, сол жерде ауырып қайтыс болады. Әкесінің өлгенін естіген Жалаладдин Хорезмшах еліне асығып, босаған тақты иеленіп, моғолдарға қарсы бас көтеруге шығады. Алайда Хорезм ақсүйектері түркмен әйелден туған баланы таққа отырғызуға құштар емес еді. Оған қоса, есімнен ат үркетін Шыңғысханға да бас көтеруге шамалары жетпеді. Осыны ескерген Жалаладдин елдің оңтүстігіне, әлі де моғолдардың аяғы баспаған өңірге Газниге ат басын бұрады. Мұрагердің қарауында бар болғаны 300 адамдық атты жасақ болды. Оған көп ұзамай моғолдарға қарсы жан түршігерлік қарсылық көрсеткен Хорезм қолбасшысы Темір Мәлік қосылды. Шыңғысхан мұрагерді ұстау үшін бірнеше жасағын аттандырады. Одан сәл ертерек қашып құтылған Жалаладдин Қарақұмның қайнаған құмын басып өтеді. 1221 жылдың қаңтарында моғолдардың іріктелген 700 атты әскеріне тұтқиылдан ойсырата шабуыл жасайды. Шыңғысхан әскеріне қарсы шығу мақсатында Газниде 30 000 адамды қол жасақтайды. Шыңғысхан Жалаладдинге қарсы өзінің ең мықты қолбасшысы Жеке Тоқаны аттандырады. Ол Парванға таяу жерге өзінің ауыр атты әскерін жөнелтеді. Ал Жалаладдин сайма-сай садақ атқыштарын қарсы қояды. Атты моғолдар 2 күн бойы Жалаладдинге қарсы шабуылдап әуре болады. Әр шабуыл сайын қатарын сиретіп, кейін серпіледі. Қарсыластың сілесін қатырған Жалаладдин қарсы шабуылға шығып, әбден әлсіреген, қалжыраған моғолдарға бас салады. Алайда, соншалықты ерлікпен келген үлкен жеңіс алуан тайпадан құрылған Жалаладдиннің әскерін тұтастыра қоймады. Хорезмдіктер, түркмендер мен ауғандықтар өзара жеңістің олжасы мен абыройына таласып ыдырап кетті. Шыңғысханға сатылған Хорезмнің бір топ ақсүйегі майдан даласын тастап кетеді. Жас ханзаданың аяқ алысынан шошынған Шыңғысхан тез арада әскерінің негізгі бөлігін Газниге қарай аттандырады. Бірнеше есе мықты әскердің қысымына шыдамаған Жалаладдиннің қолы шегіне соғысып, шығысқа қарай ығысты. Мұндағы ойы солтүстік Пенджаптан қосылатын қолға үміт артуында еді. Моғолдар хорезмдіктер мен ауғандардың соңынан қалмай аңдумен болады. Ақыры көшпенділер армиясынан қара үзіп кете алмайтынын түсінген Жалаладдин қарсы шабуылға көшуге шешім қабылдайды. Ол шабуыл
1221 жылы 20 қарашада Инд өзенінің батыс жағалауында таулы Жоги атырабындағы Гартрап шатқалында орын алады. Басында Шыңғыс ханның қолы 50 мыңға жуық адамды құрады. Оны 3 түменге бөліп, өзі екпінді атты әскермен резервте қалды. Шабуыл болатын күні хорезмдіктер тылына тағы бір түменді жөнелтеді. Жалал-ад-диннің қолы небәрі 30 мың сарбаздан тұрды. Хорезмдіктердің бір қанатында таулы шатқалдың жықпылды жақтауы болса, тыл жағында Инд өзені қоршап ағып жатты. Осылай доға тәрізді табиғи қалқаны бар Жалал-ад-дин әскері дұшпан жаққа жарты ай тәріздес болып қарап тұрды. Көшпелі далалық әскер өзіне тән қысқаш тәрізді тактикамен кіріседі. Шыңғыс хан алдымен хорезмдіктердің сол қапталына 2 рет шабуыл жасады. Хорезмдіктер моғолдарға жебелерді жаңбырша жаудырып, олардың шабуылын тоқтатты. Оқтың астында қалған моғолдар жалған шегініс жасап, хорезмдіктерді тұзаққа түсіруге тырысты. Бірақ моғолдардың бұл тактикасын жақсы білетін Жалал-ад-дин қудалауды тоқтатып, қосынды тәртіпке келтіруге бұйрық берді. Дәл осылай моғол жасақтары оң қапталға да шабуылдар жасап көрді. Бірақ айтарлықтай нәтиже берген жоқ. Содан соң Шыңғыс хан бір түмен әскерге таулар арқылы өтіп, жаудың тылына шығуға бұйрық берді. Ал әскердің қалған бөлігіне Хорезм қосынының оң жақ қапталын қалай болса да бұзып өтуді тапсырды. Осы уақытта Жалал-ад-дин ортадағы негізгі әскерін қарсы шабуылға аттандырды. Хорезмдіктер моғолдарды орталықта және сол қапталды жылжыта алды. Сондықтан Шыңғыс хан өзінің гвардиялық резервін шайқасқа енгізуге мәжбүр болды. Осындай сыни сәтте Шыңғыс хан шатқалдар мен жартастар арқылы сол қапталды айналып өтіп, жаудың тылына шығып, хорезмдіктерге артқы жақтан соққы жасады. Таулардың арасынан өту Шыңғыс әскеріне оңай болмады. Шатқалдар мен биік жартастардан өту кезінде көптеген моғол жауынгері қаза тапты. Бірақ бұл маневр өз нәтижесін берді. Моғол жасағы хорезмдіктердің тылына тигенде Жалал-ад-дин сарбаздарының қатары бұзылды. Хорезм әскері үшін күтпеген жағдай болды. Хорезмдіктер өзен арқылы арғы жағалауға өтуге тырысып, тәртіпсіз қашуға айналды. Жалал-ад-дин әскерінің жеңілгенін көріп, жаудың назарын өзіне аударуға тырысты. Өзінің жеке гвардиясымен бүкіл майдан кеңістігінде әрекет етіп, біресе оңға, біресе солға жылжып, жаудың қалың қолына барып тиді. Қолбасшының бұйрығын орындай отырып, моғолдар хорезм жақты тірідей қолға түсіруге тырысты. Жалал-ад-диннің шағын жасағын шеңберге қысып алды. Содан Жалал-ад-дин моғолдардың назарын аударудың мағынасыз екенін түсініп, атын ауыстырып, артында тірі қалған жауынгерлерін өзенге бағыттады. Толық қаруланған, артында қалқаны бар, қолында туы бар Жалал-ад-дин атпен 7 метр биіктегі жағалаудан тікелей өзенге секірді. Жас қолбасшының батылдығына таңданған Шыңғыс хан оны қуып жетпеуге және оған оқ атпауға бұйрық берді. Хорезмшах Инд өзенін аман-есен жүзіп өтіп, екінші жағаға шығып, алдымен қылышын құрғатып сүртті. Содан кейін бір нұсқа бойынша онымен Шыңғыс ханды қорқытты. Бұл шайқас эпизоды барлық куәгерлерді дүр сілкіндіріп тарихқа енді. Аңыз бойынша Шыңғыс хан қасында тұрғандарға былай деген екен: "Міне, әкесінің ұлы осындай болу керек." Инд өзенінің бойындағы шайқаста хорезмдіктердің соңғы күштерін талқандағаннан кейін Шыңғыс хан өз әскерін 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін өзеннің төменгі ағысымен барлық маңызды өзен порттарын басып алу үшін жіберді. Ал қосынның екінші бөлігін өзі бастап, Индтің жоғарғы ағысымен қыстауға кетті. Қыстап шыққаннан кейін ол Хорезмге оралып, барлық жаулап алынған қалаларға өз билеушілерін тағайындады және 1223 жылы Қарақорымға бет алды. Бірінші батыс жорығының мақсаты орындалды. Хорезм және оның негізгі иеліктері бұдан былай оның билігінде болды. 1225 жылға қарай Жалал-ад-дин бұрынғы Хорезм патшалығының бірнеше шалғай провинциялар, Шығыс Ирак, Әзербайжан және Грузия аймақтарын бағындырды. Ол жақтың жұрты Жалал-ад-динді моғол езгісінен азат етуші ретінде қарсы алды. Содан кейін ол бірнеше әлсіз азиялық иеліктерді басып алды. Шыңғыс ұрпақтарына қарсы жаңа соғыс кезінде жеңіліске ұшырап, тірі қалған азғандай жасағымен Тавр тауларына жасырынады. Содан 1231 жылы күтпеген жерден ұлты бойынша күрт боп табылатын кекшіл жауынгердің қолынан қаза табады.